Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осы балық пісірудің тағы да бір ерекше күшті бір рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте қарапайым, жылдам дайын болатын тағам. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл жерде енді кез келген балық, үйіңізде қандай балық бар, сондай балықтан жасай беруге болады. Балықты тазалап жуып, осындай бөліктерге бөліп, сосын жағы дәміне қарай тұз саламын. Мендегі 1,5 шай қасық тұз салдым, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық балыққа арналған дәмдеуіш, 1 шай қасық құрғақ чеснок, 3 ас қасық сұйық май қостым, сосын кетчуп 2 ас қасық, сосын 2 ас қасық майонез. Бәрін салып, балығымды жақсылап араластырамын. Осылай бүкіл балықтың бүкіл жеріне тигізіп, араластырып, балықты шетке қойып қоямын да, енді көкөністерімді тураймын. Менде 2 пияз, сәбіз және картоп. Турап алып, қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламын. Қуырғанда енді шілей-қатты таза қуырмаймыз, шала пісу керек. Өйткені кейін тағы да духовкада бұл көкөністердің бәрі тағы духовкада пісетін болады. Шала қуырып аламыз. Үстіне, пияздың үстіне картоп, сосын пияз, сәбізімді саламын. Жақсылап араластырамын. Үстіне кішкене тұз, қара бұрыш салып араластырып, шала қуырып аламын. Қатты пісіп кетпеу керек, қыздар. Енді осы піскен заттарымды противенге салып, осылай равномерно противенге жайып аламын. Сосын үстіне бағанағы маринадтап алған балығымды саламын. Балықты салып, оның үстіне жаңағы балықтың қасында қалып кеткен соусты үстіне құйып жіберемін да, үстіне лимон қоямын. Сосын жаңағы лимонның согын сығып, осылай сығып аламын да, духовкада 200 градуста 20 минутта пісіп шығады, қыздар. Мінекей, мен тағам дайын болды. Өте керемет. Иісі деген енді вообще айта алмаймын. Міндетті түрде жасап көріңіз осылай. Күшті, вообще күшті. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін көп рахмет. Менімен бірге осылай жасап көріңіз, міндетті түрде. Өте дәмді. Менің каналымда күнделікті осындай дәмді рецептер шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Керемет дәмді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Қараңыз, түрінің өзі аппетитный ғой. Дәмін көрсеңіз, дәмі деген вообще керемет. Сау болыңыз.